YouTube арнамдағы алғашқы ролигіма қош келдіңіздер. Бірінші шолу Қарағанды қаласынан басталады. Ал кеттік, қаланы көрейік. Эльзат мұқаш, мананы қараш, манау не сұмдық, осқансыз қобы жоқ. Біз Қарағандыдағы жалғыз ғана Арбат деген жерде жүрміз. Бұл меніңше Арбат емес, жай ғана ғимараттардың арасындағы өтетін жол. Арбат деген түсінікті көп адам оның үстіне үкімет түсінбейтін сияқты. Арбат деген бұрын көлік жүретін жолды жауып тастап, жаяу жүргіншіге арналған екі жағында осындай дүкендер бар аллеяны айтады. Ал мынау сол заттардың біреуіне де келмейді. 1, 2, 3. Тағы да қайталаймын. Бұл Қарағандыдағы жалғыз ғана Арбат. Қарағандының халқының саны 500 000. Ал мына Арбаттың ені ары кетсе 3 метр. Бірақ оған қарамастан бұл жердің атмосферасы керемет. Ол тұрғындардың айтуы бойынша. Өзім де көріп тұрмын. Мынандай тірі жанды музыка. Мен тұрған жерде жынды болып кетуге болады ұзақ уақыт тұрсаң. Өйткені жан жақтан әр түрлі жарнама бақырып колонкілерден шығып тұр. Менің кешелі бойы Қарағандыны қыдырып жүргенде бір байқағаным, қарағандылықтар құлаққа деген құрметі жоқ. Дәл осы жан жақтан ұрып тұрған жарнама оған дәлел. Одан кейін жеке көліктерде барынша дауысқа шығарып қойып, жан жаққа түкіргені бар екені көрсетеді. Мысалы, мына жердің шумын мен қазір мына петличкамен көрсете алмайым, сондықтан қазір өшіріп сіздерге дәлелдеп көрсетем. Сәулет өнері мен идеология Совет одағында мықты болған. Бірақ өкінішке орай идеология қазақтарға қарсы болған. Оған дәлел мына ғимараттың үстінде тұрған мүсіндер. Мысалы, қара жұмысшы, яғни шахтер қазақ, малшы қазақ, және соңында тұрған қарапайым домбыра ұстаған ол да қазақ. Ал инженер, мылтық ұстаған солдат, нан ұстаған әйел орыс. Кеңес одағынан өзі азақ жақсы нәрселер, яғни оюларды бірінші кезекте құртқанша, осындай дұрыс емес идеологияға тәрбиелейтін нәрселерді неге жойып тастамаймыз? Қарағандының үлкен ерекшеліктерінің бірі ол идеалды симметрия. Сол идеалды ерекшелікті, сол өзгешелікті өзіміз ғана құртамыз. Мынау және мынау ғимарат кезінде бірдей болған. Бірақ соңғы 10 жылда мынаны өзіміз өзгерттік. Бірақ меніңше мынау ғимарат күштірек. Өйткені мына ғимаратты Кеңес одағында бізге орыстар салып берсе де, бұл жерде қазақилық жетіп жатыр. Формалары болсын, оюлары болсын, қазақилықты айтып тұр. Ал біз өзіміз қазақ бола тұра мынаны өзгерттік. А бұл толығымен батыстан көшіру. Бүкіл қала тұрғындарына, қала қонақтарына өзіңді ақмақ етіп көрсеткің келсе, дәл мына кісі сияқты жасау керек. Яғни, әдемі үйден пәтер сатып аласың, терезесін бұзып есік қыласың, оны балкон етіп сыртқа шығарасың. Жеткілікті. Негізі бұл жалғыз жағдай деп ойласаңыздар, қателесесіздер. Мына ғимаратқа қараңыздар, не деген архитектура, не деген текстура, бәрі керемет, бірақ анау балкондар, анау пластик бәрін құртып тұр. Симметрия демекші, мына қиылыста да сол симметрия бар. Дәл осы жерде екі жағынан кезінде бірдей болған ғимарат бар. Бірақ біреусі, яғни мына ғимарат әлемдегі ең арзан материалдармен жасап,
безендіріп тұрған элементтерді алып тастап, жай ғана төртбұрыш, үшбұрыштармен пайда болған ұсқынсыз болып тұрған ғимарат. Ал мына ғимаратты барокко стилінде, яғни артықшылығын артып, бірақ материалды дұрыс таңдамай, яғни барокко стилде ежелгі тастарды, мраморларды қолданса, олар ұсқынсыз жап-жасыл түсті пластик секілді көрінетін материалмен нашар жасалған екі мысал бар. Екеуі де дұрыс емес. Кезінде екеуі мынандай стилде сүйкімді ғимараттар болған. Шынымен де жақынырақ көретін болсақ, мынау материал керамогранит. Ең жіңішке, ең нашар ұстайтын құралдармен жасалған, толығымен сондай материалмен қапталған екен. Сосын бағанағы қарама-қарсы тұрған ғимаратта көрген безендіріп тұрған элементтердің бәрін жұлып тастап, мынандаймен қаптаған кезде ұят болмады ма? Кемінде ұят болмады ма? Ал енді мына ғимаратқа келетін болсақ, жаңа мен айтқандай, түсіне қарасаңыздар бір түсініксіз жап-жасыл осы стильге сай емес түс. Мен таң қалып тұрмын. Ұстап көрсең, бетон ба, фибробетон ба бір нәрсе. Бірақ фибробетонды қалай осындай жағдайға жеткізуге болады? Ұстап көрмегенше пластилин ба, пластик па, сондай бір эффекті беріп тұр. Алыстан да, жақыннан да. Тағы бір ой, тағы бір қиял. Қазір ойлап жатырмын да, жаңа мен айтып кеткен ерекшелік бар ғой, соны меніңше ары қарай дамыту керек еді. Совет өкіметінде бізге бірдей қылып салып берді ма ғимараттарды, оны ары қарай дамыта берсе, мысалы, мына жерде қойған орындықты тур сондай қылып ана жерге қойып ше, ары қарай дамыта берсе, әлемге әйгілі мүмкін бір қаланың бір-екі көшесі болатын беді. Мүмкін Голливудтан келіп осы жерге фантастикалық кинолар түсіретін беді. Неге сондай ерекшеліктерді ары қарай дамытып, бір шынымен бір нәтижеге жеткізбеске? Мына ғимараттың ең әдемі жері анау төбесінде ортасында шығып тұрған элемент. Дәл соның көшірмесі мына ғимарат. Бірақ сол дәл ең әдемі жерін жай ғана әріптермен жазып тастауға бір адамның хақысы бар екен. Жаңағы мақтап жатқан ғимараттың керісінше мысалы. Мысалы, анау балкондарды жаман қып қаптап тастаған. Ал мына ғимаратта әдемі қып қалдырған, тур сол күйінде. Түф, мына үйде тұратын адамдай. Көрініп тұр, аса мәдениетті адам тұратын. Еш қандай артықшылықсыз. Айтыңыздаршы, келсіңіздерші, әдемі көрінеді ғой. Мүмкін көпшілігіңізге бұл үйреншікті жағдай шығар. Бірақ архитектуралық тұрғыда қарасақ, әдемі ғимаратқа жай осындай пристройканы жасай салу, ол үлкен архитектуралық қылмыс. Мені қарағандыда тағы бір таңғалдырған жағдай, ол өте дәмді тағамдар. Біз бұған дейін 3-4 мейрамханаға кірдік. Барлық жерде керемет дәмді тағамдар, және де ең бастысы сервис. Даяршылар қалай өздерін ұстау мәнері, сөйлеу мәнері, соның бәрі маған ұнап жатыр. Негізі мынау тарихи ғимараттың осы тұрысына айтарым көп. Мынау жарнама, яғни визуалды қоқыс, оның үстінен тұрған дыбыстық қоқыс, мынандай пристройкалар, әр түрлі деңгейде тұрған, біреу шығып тұрған, біреу ақ, біреу көк. Мынандай дәрежеге қалай жеткізуге болады? Мынау не деген сұмдық. Біз жаңа ғана тәуір районда болған екенбіз ғой. Дәл сол орталықтан 200 метр асқанымыз осы. Мынандай пристройкалар, құбырлар, теплотрассалар, үндістер. Бір Индияда жүргендей отырмын, достар. Негізі айта берсең көп қой. Біз мысалы жай ғана демалуға мына жерге отырған едік. Мына орындықтың өзін қараңыздаршы. Сапалы, қанша кемі бір 50 жыл болған шығар тұрғанына. Мына темірдің сапасын қарасаңыздар, әлі сол керемет қалпында сақталған. Қалыңдығын қараңыз.
жай гана мусор жәшіктің сапасын, материалын қарасаңыздар нағыз чугундан жасалған. Ал қазіргі егемендік алғаннан кейін жасап атқан тірлікке қарайтын болсаңыз, мынау гүл, болашақта гүл отырғызатын клумбаның қоршауын сплиттерный блоктан әшейін құрайсаған, оны қазір бір тепсе шашылып кетейін деп тұр. Болмаса, анау жерге қоршауды қараңыздаршы, темірден қоршау жасап тастаған. Негізі Алматыда дұрыс шешім қабылдаған көптеген жерден қоршаулар алып тастап. Бұл жерде де болмау керек. Бірақ жарайды, мақұл болу керек дейтін шығар. Балалар жүгіріп шықпасын дейтін шығар. Ондай болса, логикада болу керек қой. Неге мына жерде жоқ ол? Неге ана жерден бала жүгіреді, ал мына жерден жүгірмейді? Немесе қазіргі соғылып жатқан ана жақтағы арзан фасадтағы ғимараттарда бірде-бір ойы жоқ. Ал анау төбеге қарайтын болсаңыздар, Совет өкіметінен қалдырып кеткен біздің оюларымыз бар. Тағы да бір логикаға сыймайтын, түсінікке сыймайтын зат, ол біз екі жолдың ортасындағы аллеядамыз, иә? Оң жағымызда, сол жағымызда жол бар. Оны арнайы қаланың сәулетшілері дұрыс проект жоба жасаған. Мын жақтан бір бағытта жүретін көліктер жүру керек, ал мын жақтан бір бағытта жүретін жол. Ал біздікілер мына жақты екі бағытта да жүре беретін қылған. Ондай тәртіпті не үшін жасайды? Қақтығыс, авария болып қалмау үшін, бірін-біріне соғыспау үшін. Ал біздікілер қоспайды. Логика жоқ, мүлдем. Ал біздікілердің ойлайтындары ұрлық. Қай жерден мынандай материалдардан үнемдеп қалсам, қай жерден қалтама салып алсам дейді. Мысалы, анау шыраққа қарасаңыздар, содан сым шығып тұр. Ол сым артынан барсаңыз, бір кафеге ма, дүкенге ма, бір нәрсеге кіреді. Ол деген қалалық тоқтан ұрлап өзіне шөтшіксіз айналдырып отқан тоғы. Соның бәріне қарайсың да, ішің ашиды. Қашан өзгереміз, қашан дамимыз.